Мынаның бәрі кетіп жатыр, ертең фундамент кетеді. Үй құлайды. Оны айтсақ, ешкім ешқандай шара қолданып жатқан жоқ. Тұрып жатыр осында бәленбай семья жанұя тұрып жатыр. Балдар бар, немерелеріміз бар. Солар ертең мына астында апатқа ұшыраса, кім жауап береді? Ешкім де жауап бермейді. Ешкім. Оны жауап беретін ешкім жоқ мұнда вообще. Орал қаласындағы Мөнкеұлы 91-де 3 үйінің тұрғындары 9 қабатты үй құлап, үйіндінің астында қаламыз ба деп қорқады. Себебі үйден іргетасы опырылып, астына қарай түсіп жатыр дейді дабыл қаққан тұрғындар. Былтыр жазда ғана пайдалануға берілген үйдің проблемасы шаш етектен. Есік терезелері шұрық тесік, ал жауынды күні шатырдан су сорғалайды дейді жоғары қабаттың тұрғындары. Кешегі жаңбырда төбеден түгел су кетті. Терезелерінің барлығы да дұрыс емес. Барлығымыз айтып жатырмыз. Бұл енді айналадағының тазалықтың барлығын қарайтын. Қазір мына 3-ші подъездің жанын қарасаңыздар, тасы төмен түсіп кетіп жатыр. Мінекей есіктің алдында уже жаз бітуге қалды. Ертең күз болады. Ешқандай площадка жоқ, детский площадка. Ол әуелде берілген уақытта салынатын нәрсе ғой. Бұл тегін беріліп жатқан үй емес. Бұл мысалы өздерінің әркімнің өзінің ақадал еңбегіне ақшасын алынып жатқан үй ғой. Бірақ бұл сол барлығы дұрыс болу. Төбеден су неге ағатал? Төбеден су кетіп жатыр. 9-шы этаждан кетіп жатыр. Жоғарыдан кетіп жатыр. Кеше берілген үй ғой. Үйдің айналасы ойдым-ойдым болып ойылып қалған. Былтырғы құрылыстан қалған шұрық тесік әлі бітелмеген. Тұрғындар балдарымыз түсіп кете ме деп алаңдайды. Олардың айтуынша үйдің құжаты әлі дайын емес. Соның кесірінен су мен жылуға қажетті төлем құжаттарын әлі дайындата алмай жүрген көрінеді. Так, мына үйдің құжаттары біз әлі благоустройствоға толықтай өтпеген үй. Бұның проблемасы өте көп. Біздерде ешқандай лицевой счеттар ашылып тұрған жоқ. Суға, интернет деген атымен жоқ біздерде. Акиматқа барамыз, біздерге айтатындар пока благоустройство өтпейді дейді, пока мына екі үй берілмей, біздерде ештеңе болмайды дейді. Мына есік алдындағы мына отмосткалардың бәрі суға кетті, подвал суға кетіп жатыр, крыша суға кетіп жатыр. Застройщиктермен хабарласқанымызға бір ай болды, бірақ әлі ешқандай да результат жоқ. Акиматқа да барып жатыр, я істеледі, застройщиктерге айтсаң, вообще бір жұма болды хабарсыз. Тұрғындар күндіз балаларын аулаға шығарып ойната алмайтындықтарын айтады. Аулада ойын алаңы да, үлкендер демалып отыратын орындық та қойылмаған. Ол аздай үйдің айналасы қаптаған арамшөп. Тұрғындар осы арамшөптен аллергия беріп, балаларымыз көзін аша алмай жүр деп шағымданды. Ал қалалық әкімдіктің өкілі әр үй ауладағы арамшөпті өздері жұлып тазалаулары қажет дегенді айтты. Тұрғындар бұл үйді Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасымен алғандарын айтады. Мемлекеттің қаржысына салынған үйдің сапасына тиісті органдар неге бас қатырмайды дейді ашынған халық. Мынау атмосканың түрі мынау міне. Төмен ішіне қарай құлап жатыр мынау. Мынау ертең фундамент разрушаться етеді, үй ортасына түседі, сонда бізге кім жауап береді бұған? Бәлен 72 семья тұрамыз бұл үйде. Бұл үйді тегін біздерге ешкім берген жоқ, бәрі ипотека төлеп отыр.